Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды облысы Нұра ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ші А сынып оқушы Жапанова Дильназ. Бүгінгі менің жобам тақырыбы Қазақстан флорасы мен фаунасы тірді атылысы. Қазақстан флора мен фаунаға бай. Ендеше Қазақстанның флора мен фаунасына шолу жасайық. Тянь-шаньның ағашы солтүстік Тянь-шань жоталарында кездеседі. Қабылан Маңғыстау түбегіндегі шөлді жерлерде мекендейді. Аққу Қорғалжын қорығында сақталған. Бұлан Ертіс бойы мен Алтайда кездеседі. Грек қызғалдағы Шу-іле тауларында кездеседі. Қасқыр оңтүстік пен шығыста кездеседі. Бұлан Қазақстандағы бұғылар тұқымдасына жататын ең ірі сүтқоректі тұяқты жануар. Тұрқы 2 метрге, салмағы 600 келіге дейін жетеді. Қазақстанда Ертіс бойы мен Алтайда кездеседі. Наурызымдағы қарағай ормандары мен шоқ ормандарда кездеседі. Аталықтарында үлкен күрек тәрізді мүйіздер болады. Аналықтарда мүйіз болмайды. Жазда шөп пен қыста бұтақ, ағаш қабықтарымен және бұталармен қоректенеді. Келу уақыты қыркүйек-қазан 225-230 күн. Буаздықтан кейін мамыр-маусым айларында аналығы 1-2 төлін дүниеге әкеледі. Келесі грек қызғалдағы. Лала гүлдер тұқымдасы. Қызғалдақ туысына жататын көп жылдық пиязшықты өсімдік. Қаратау жотасында, Шу-іле тауларында, Қоржынтауда, Талас және Қырғыз алатауында кездеседі. Биіктігі 40-50 см, сабағы жуан, түкті келеді. Жапырағы жалпақ таспа тәрізді. Кейде жегі иректеліп, үстіңгі бетінде қою күлгін тамбалары болады. Гүлі дара, қызыл, қызғылт сары түсті, көктемде гүлдейді. Тұқымы арқылы және вегетативті өсімді жолмен көбейеді. Жемісі қорапша. Грек қызғалдағы өте әдемі, сәнді өсімдік. Қазіргі Ақсу Жабалы қорығында сақталған. Алматы, Қарағанды, Жезқазған ботаникалық бақтарында қолдан өсіріледі. Грек қызғалдағы өте сирек кездесетін түр болғандықтан қорғауға алынып, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Қабылан мысық тұқымдасындағы әдемі ірі жыртқыштардың бірі. Ұзындығы 120 см, құйрығы 67 см, салмағы 40-50. Қазіргі таңда Қабылан Қазақстанның қызыл кітабының 1-ші дәрежелі тізімінде тұр. Емен Қазақстандағы емен тұқымының жалғыз өкілі дикорас күйінде тек Батыс Қазақстан облысында кездеседі. Емен қабығы ежелден қабынуға қарсы дезинфекциялық және жараларды емдейтін қасиеттері бар дәрі ретінде қолданған. Бұл ағаш сәнді қасиеттер мен ұзақ өмір сүру үшін бағалайды. Осымен Қазақстанның кішігірім фаунасы мен флорасына шолу жасадық. Назарларыңызға рахмет.